Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 33-ші жаттығу талдайтын боламыз. Бірінші есепті оқиық. Вакуумдағы толқын ұзындығы 0,72 микрометр қызыл жарық фотонның энергиясы неге тең дейді. Яғни берілген жазайық. Берілгенде бізде не дейді? Толқын ұзындығы берілген 0,72 микрометр. Табу керек фотонның энергиясы дейді. Сіздер бүгінгі сабақта өткен кезде фотон энергиясын табуды білесіздер, ол H ню дейтін формуламен есептеледі. Бұл жерде H деп отырғанымыз Планк тұрақтысы, ал ню деп отырғанымыз жиілік. Жиілікті біз S бөлінген лямбда деп жаза аламыз. S деп отырғанымыз жарық жылдамдығы, ол да тұрақты шама. Планк тұрақтысы дегеніміз бізде 6,63 көбейтілген 10⁻34 дәрежесінде, ал жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10⁸ дәрежесінде. Бөлем оны толқын ұзындыққа. Толқын ұзындық 0,72 микро деген 10⁻6 дәрежесінде. Енді есептеуім жүргізем. Жоғарыда 6,63 пен 3-ті көбейтсем 19,89 көбейтілген 10⁻34 плюс 8 дәрежесі қылып жазайын. Астында 0,72 көбейтілген 10⁻6 болады. Сонда есептеуім жүргізсем, ана -6 деп отқан жоғарыға барады, плюс 6 болып, плюс 6 мен плюс 8 плюс 14 болады. Сол кезде -34 пен азайтылған кезде 10⁻20 болады. 19,89 мен 0,72-ні бөлген кезде 27,6 болады. Немесе бұны 2,7 көбейтілген 6 10⁻19 дәрежесінде джоуль деп жаза алады екенмін. Екінші есебімізді оқиық. Екінші есебімізде бізде не дейді? Натрий үшін фотоэффектінің қызыл шекарасына сәйкес келетін толқын ұзындығы 530 нанометр. Натрий үшін электронның шығу жұмысын анықтаңдар. Жауаптарын электровольтпен көрсетіңдер дейді. Яғни біз жауабымызды ең соңында электровольтпен көрсетуіміз керек екен. Жақсырамызды бәрін очистетейік доскамызды. Енді есептің берілген жазайық. Есептің берілгенде бізде берілген толқын ұзындығы. Толқын ұзындығы бізде 530 нанометр. Ал шығу жұмысын табуымыз керек. Шығу жұмысын табуымыз керек. Жауабын электровольтпен беруіміз керек екен. Сонда біздің формуламыз ню минимум тең болады А шығу бөлемін Планк тұрақтысына. Сонда менде осы жерден А шығу дегенім H жиіліктің минимумы. Сонда ол дегеніміз H дегеніміз Планк тұрақтысы. H S бөлінген лямбда болады. Сонда H деген 6,63 көбейтілген 10⁻34 көбейтем 3,8-ге бөлемін лямбдаға 530 көбейтілген 10⁻9 дәрежесіне. Мен астында 5,3 көбейтілген 10⁻7 дәрежесі деп жазалам. Төбесінде 6,63 көбейтілген 10⁻34 көбейтілген 3 10⁻8 дәрежесі. Сонда мен есептеуім көбейтсем төбесінде 19,89 10⁻34 мынау плюс -7 жоғарыға плюс 7 болып барады. Плюс 7 мен плюс 8 плюс 15-ті береді. Плюс 15 пен плюс 15 -34 пен маған береді -19-ды. Сонда бөлемін аны 5,3-ке. Сонда бөлген кезде менде шығады 3,75 10⁻19 дәрежесінде джоуль. Ал менде 1 электровольтта 1,6 10⁻19 дәрежесінде джоуль бар. Сонда мен аны аламда 1,6 10⁻19 дәрежесіне бөлем. Сол кезде бөлген кезде менде шығады 2,34 электровольт. Сонда менің жауабым 2,34 электровольт екен. Жақсы, келесі есепті шығарайық. Келесі есеп бізде үшінші есеп. Калийдің толқын ұзындығы берілген 345 нанометр. Сәулелермен жарықтанғанда оның бетінен ұшып шығатын электрондардың, фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясын анықтаңдар. Электрондың калийдің шығу жұмысы берілген 2,26 электровольт дейді. Есептің берілген жазам. Так, маған берілген
толқын ұзындығы. Толқын ұзындығы менде 345 нанометр екен. Ал шығу жұмысым менде тең 2,26 электровольт. Электровольтты алмастырып алу үшін мен 1,6-ға көбейтемін. 1,6 10-19 дәрежесіне. Сол кезде көбейткен кезде менде шығады 3,6 10-19 дәрежесінде джоуль. Енді мен формулам бұл Эйнштейн формуласы арқылы шығады. Эйнштейн формуласы не дейді? Электрон энергиясы, фотон энергиясы тең болады А шығу қосамын Е кинетикалық энергия. Осыдан Е кинетикалық энергияны өрнектейтін болсам, ол менде фотон энергиясын азайтам А шығу жұмысынан. Сонда менде фотон энергиясы деген H ню азайтылған А шығу. Ал H ню деп отырғанның өзі ол HS бөлінген лямбдада азайтылған А шығу. Сонда орындарына қоямын. Есептем жүргіземін. Сонда H деген менде Планк тұрақтысы көбейтілген 10-34 дәрежесі, 3 көбейтілген 10-8 плюс 8 дәрежесі бөлемін 345 көбейтілген 10-9 нано дегенім. Осыны азайтамын шығуға 3,6 10-19-ға. Сонда тең болады. Жоғарысында 19-да 89, астында бөлем 3,45-ке 3,45 көбейтілген 10-7 деп жазалам. Сонда плюс 7 жоғарыға барады, плюс 5 болып, плюс 15 болады. Екеуі қосылған кезде плюс 7 мен плюс 8, сол кезде жоғарысында -19 дәрежесі болады. Осыны азайтамын 3,6 бөлінген -19-дан. Сонда менде тең болады 5,76 көбейтілген 10-19, азайтамын 3,6 10-19-нан. Сонда менде тең болады 2,16 10-19 джоуль. Сонда менің кинетикалық энергиям 2,16 көбейтілген 10-19 дәрежесінде джоуль болады екен. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.